үй ішіңіз, отбасыңыз, жұбайыңыз қалай қабылдады? Балалар қуанды, оны енді жасыра алмаймын. Қазір немен айналысып жатсыз? Жұмысқа шықтыңыз ба? Тұрмыстық әртүрлі шаруалар бар, кітап оқуға уақыт пайда болды. Сіз биліктен кеткеннен кейін айналаңыздағылардың қарым-қатынасы өзгерді ме? Көпшілігінде, басым көпшілігінде дәл сіздікіндей позиция. Мақтаған адамды, ой, жақынырақ тартып сынаған адамды жолатпаңдаршы менің кабинетіме дегендей. Осындай бір мақтауларға бас айналып қалмау керек. Астыңызда тұтастай команда болды. Жүздеген адам, мыңдаған адам. Егер сен министрлікті басқарып отырсаң, сен онда жай жеке тұлға сияқты шешім қабылдамауың керек. Көңіл күйіңіз түсіп қалған, сәт болмады ма? Өкінген. Оңай деп айта алмаймын, бірақ қызметке келесің. Бірақ ең басты мәселе сол қызметтен абыроймен кету. Сізді қимай шығарып салып жатты адамдар. Ұстаздар болды, оқушылар жазып жатты. Бұндай жағдайда біз хайпқа кетіп қалмауымыз керек. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құрметті көрермен. Нартай Аралбайұлы каналында сұхбат. Бүгін бізде эксклюзивті сұхбат десек болады. Өйткені өздеріңіз танып біліп отырсыздар, біздің спикеріміз оқу ағарту экс-министрі Асхат Аймағамбетов. Қош келдіңіз. Рахмет. Жағдайыңыз қалай? Жақсы. Экс-министр деген таныстыру түрпідей тие ме құлағыңызға? Жоқ, бәрі дұрыс қой. Бәрі дұрыс. Жақсы. Қазір немен айналысып жатсыз? Жұмысқа шықтыңыз ба? Біз білмейтіндей бір білім ордаларында жұмыс істеп жатсыз ба? Содан бастайықшы әңгімені. Қазір мен үйдемін, қолым бос. Негізі сол балалармен таңертең мектепке апару, балабақшаға апару, одан кейін балабақшадан мектептен алып кету. Мен бірінші күні енді осылай жұмыстан кеткеннен кейін балабақшаға бардым кешке жақын. Дәл сол күні балабақшаға барып. Иә, балабақшаға барып, енді кіші ұлды алып кету керек болды. Сонда балабақшадағы апайы барып айтып жатыр: әкең келді үйге қайтуға, алып кетуге деп. Сонда мен ана жақтан естіп отырмын: жоқ, әке емес, анам шығар дейді. Әбден сондай сенбей қалай келді деп болды да таңғалып отыр ғой. Солай сияқты сол балаларды алып кетіп, енді үйде жиналып қалған, енді кәдімгідей тұрмыстық әртүрлі шаруалар бар, кітап оқуға уақыт пайда болды. Көп кітап оқып, сондай өзімен айтты, сондай уақыт қазір. Жалпы үй ішіңіз, отбасыңыз, жұбайыңыз қалай қабылдады отставкаға кеткеніңізді? Балалар қуанды, оны енді жасыра алмаймын. Мен енді анамда да үлкен кісі, қазір пенсияда тақымын қысып отыратын. Енді үлкен кісілер әртүрлі заттарды оқиды, қарайды. О кісіде де біраз уф деп қалды ғой деймін. Сондықтан негізі жанымдағы жақын адамдар жақсы қабылдады деп айта аламын. Жақсы. Енді кез келген азамат қызметтен кеткенде, басқа қызметке ауысқанда мынау үйрену яки адаптация кезеңі деген болады, иә? Сіз енді мемлекеттік қызметке қанша жылыңыздар арнадыңыз? Анау түбінен бастап есептесек. Иә, мен көп болды ғой, біраз. Негізі мен депутат болып сол 21 жасымда сайландым. Иә. Одан кейін нақты мемлекеттік қызметке келдім. Енді осы министр болған уақытымда да 3 жыл 7 айдай болды. Сондықтан әрине де, бірақ адаптация не үшін керек? Адаптация, егер сен бір басқа бір жағдайға үйреніп қалсаң, онда адаптация керек. Мысалы, менің жағдайымда ондай адаптация болған жоқ, өйткені мен осындай мемлекеттік қызметте болғанымда кәдімгідей біздің көпшіліктің өмірімен өмір сүрдім. Мысалы, сол дүкендерге баратын дүкендер, сол тұрмыста да дәл сондай. Кешке мысалы жүргізушімді ертерек жіберіп, мен жұмыста кеш қалып қойсам, онда да отбасы бар мысалы. Оны жібере салып, такси ала салады мысалы. Демалыс күндері өз көлігіммен жүру деген сияқты. Менің мысалы көмекшілерім маған ешқашан менің портфельдерімді ұстап, папкамды ұстап, әлде есікті ашып үйтіп көрген жоқ. Олар мен жанымда тіпті жүрмейтінді. Мен өзім жалғыз керек па? Баратын жерге өзім жалғыз, андасында айтпайды да, өзім бара салам. Керек болатын болса, жаңағындай жұмыста қай жерге кеткен көмекшілер жанымда жүрмейтін. Сондықтан ондай сол бір қызметтегі бір баяғыдан қалыптасқан ондай бір адаптация қажет ететін ешқандай сезім болған жоқ. Енді сұрап отқан себебім, бәрібір де сіз министр болдыңыз сонша уақыт, иә? Астыңызда тұтастай команда болды. Жүздеген адам, мыңдаған адам, жаңағы өңір-өңірдегі, ауыл-ауылдағы, аймақ-аймақтағы мыңдаған ұстаз бар. Соның барлығына бір күнде билігіңіздің жүруі тоқтады ғой енді. Онда тұрған ештеңе жоқ қой. Бұл негізі мемлекеттік қызмет. Біз бұны жақсы түсінуіміз керек. Негізі елге қызмет ету деген, ол тек қана министр болу, әлде бір қызметте болып, сол арқылы ғана біз елге қызмет етпейміз ғой.
Қызметті әртүрлі жолмен жасауға болады. Ең бастысы сол жүректегі мәселе ғой. Егер шын пейіліммен осы мемлекетке, елге қызмет етемін десем, бізде мыңдаған 500 мыңға жуық мұғалімдер бар. Олар елге қызмет етіп жатыр ма? Әрине де қызмет етіп жатыр. Бізде қаншама дәрігерлер бар, полицейлер бар, басқа да қызметкерлер бар. Оның барлығы біздің ел үшін қызмет етіп жатыр. Сондықтан мемлекеттік қызметпен өмір шектелмейді. Әрі қарай да осы мемлекеттің дамуы үшін үлесімді қосуға мүмкіндіктер бар. Бәрібір де бір көңіл күйіңіз түсіп қалған сәт болмады ма? Өкінген? Жоқ, бұл мемлекеттік қызмет, мен оны білемін. Мен негізі кезінде осы мемлекет басшысы мені қабылдап 2019 жылы осы қызметке келесін деп айтқанда, осы ақпаратты хабарды естігенімде ең бірінші ойыма келген бір мәселе болды. Мен әлі шейін осы ойды мен осы 3 жыл 7 ай ешқашан есімнен тастаған жоқпын. Бұл осы қызметке келу бір, оны осы қызметтен абыроймен кету. Президенттің сенімін ақтау, халықтың сенімін ақтау, ертең халықтың батасын алу. Өйткені мен айтып отырмын ғой, қызметке келу деген ол енді оңай деп айта алмаймын, бірақ қызметке келесің. Бірақ ең басты мәселе сол қызметтен абыроймен кету. Мен енді қызметтен абыроймен кеттім деп шүкіршілік етем. Бұл да бір әр адам үшін бір үлкен бақыт деп санаймын. Сондықтан бұл тұрғыда ешқандай өкініш жоқ, болмауы да керек. Біріншіден, екіншіден 2019 жылы мемлекет басшысы үлкен сенім артып, білім саласы былай қарағанда жақсы, бір сөзбен айтқанда консервативті сала ғой. Ол солай болу керек те негізінен. Осы үлкен салаға, өте маңызды салаға мені әлгі 40-қа толмаған жігітті облыстың әкімінің орынбасарын алып келіп бір дегенде тағайындады. Бұл өте үлкен сенім болды. Бұл өте үлкен қолдау болды. Осы қолдаудан кейін де қаншама реформа жүргіздік, президенттің қолдауының арқасында осы реформаларды іске асыруға мүмкіндік болды. Бізде көбінесе бір министрлардың бейнесі, солардың бір жаңағындай өзі бір барлық жұмысты істеп жатқандай болады ғой. Негізінде бізде үлкен министрлікте қаншама қызметкерлер бар, біріншіден. Солардың еңбегі. Сұхбат беретін атағы шығатын министрлер? Иә, енді сол ғой, енді теледидарға барады, интервьюға барады, бірақ біз сол министрлердің жанында жұмыс істеп жүрген адамдарды ұмытпауымыз керек. Өйткені бізде үлкен аппарат бар. Менің орынбасарларым болды. Мысалы, Шолпан Танатына Каринова деген менің орынбасарым болды. Басқа да орынбасарларым болды. Департаменттің директорлері бар, жай біздің қарапайым қызметкерлер бар. Оның әр қайсысы біздің істеп жатқан жұмысқа үлкен ықпал етті. Міне, солардың еңбегі өте зор болды, ол бір. Екіншіден, әрине де осы реформалардың барлығы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев егер қолдамаса, онда бұл реформаның ешқайсысын жүргізуге мүмкіндік болмас еді. Сондықтан, өйткені бюджеттен ақша бөлек десек, ол қаншама, мысалы, мынау педагог статусы туралы заңды айтайық. Сол заңға 5 триллион теңгені ақшаны бөлу үшін президенттің мықты ұстанымы керек, ол кісінің қолдауы керек. Егер сондай қолдау болмаса, онда бұл реформаны мысалы жүргізуге мүмкіндік болмас еді. Басқа да реформалар бойынша президент әрқашанда мұғалімдерге дегенде, білімге дегенде бір өзінің сондай бір ықыласы бөлекті, ерекше. Енді министр болған уақытта президенттің қабылдауына барасың. Қабылдауға барғанда үнемі, мен қанша рет болдым, сол қабылдауда үнемі қоятын сұрағы бір. Мұғалімдердің әл-ауқатын жақсарту үшін тағы да не істеуіміз керек дейді. Тағы да білім саласын дамыту үшін тағы да не істеу керек деген, міне осындай мәселені әрқашанда Қасым-Жомарт Кемелұлы өзінің бақылауында ұстайды, және де қажетті барлық көмекті істеп отырады. Бірақ министрлер дұрыс ақпарат беріп отыру керек. Өйткені егер сен барлығы жақсы деп ондай ақпарат беретін болсаң, онда бір шешім қабылданады. А егер проблемаларды көрсету білсең, қорықпай, онда басқа шешім қабылданады. Мысалы, бізде мынау мектептер салу проблемасы болды. Бұның алдында қарағанда мектептердің жалпы 25 жылға дейінгі қанша бізге мектептерде орын тапшылығы болады дегенде, бізде сол 200 мың, 300 мың деген бір ақпарат айтылатын. Әрине де егер келіп саған осындай жауапты тұлғалар 25 жылға дейін 200 мың ғана орын керек десе, онда бір шешім қабылданады. Егер сен оған барып, мысалы, басшыға барып, президентке барып, міне біздің алдымызда осындай үлкен проблема тұр, 1 миллион 200 мың бізге орын керек дейтін болса,
онда басқа шешім қабылданады. Негізі жүйе, білім беру жүйесі, әр министрлік ол бір ғана министрге байланысты емес. Ол үлкен жүйе. Ол министрға ғана байланып қалмай, ол әр қарай қай министр келсе де өз жұмысын жасай береді. Егер сол министрлік, ол министр кеткеннен кейін өз жұмысын жасай беретін жүйе болса, сол саған берген баға. Егер сен сол жұмысты дұрыс ұйымдастырып кетсең. Ол бір адамға тәуелді болмау керек қой. Посттарды оқыдық сіз қызметтен кеткенде. Инстаграм желісінде, Фейсбукта, басқа да желілерде сізді қимай шығарып салып жатты адамдар. Ұстаздар болды, оқушылар жазып жатты. Бұрыннан оқушылар жазған хаттарыңызды қайтадан жариялап жатты. Өзіңіздің сторисіңізге бөлісіп жаттыңыз. Бұның барлығы ненің көрсеткіші сіздіңше? Негізі біз бір мәселені түсінуіміз керек. Осындай әртүрлі лайктар бар, қазір енді әлеуметтік желілер бар ғой. Сондықтан осындай лайктарға, осындай бір мақтауларға бас айналып қалмау керек. Өйткені мен қатырыппын деген ой болады. Әлеуметтік желідегі лайктар деген әлеуметтік желідегі бір осындай құрметтеу, бір мақтау деген ол бір бөлек, ал шынайы өмірдегі өмір жалпы жағдай ол бір бөлек. Сондықтан бізде үлкен проблема сол. Кейбір өкінішке орай азаматтар осындай мәселеге бас айналып қалады да, соған тәуелді болып қалады. Міне маған 15 лайк басты, маған 45 комментарий жазды. Әлеуметтік желімен ауыратындар көп. Жоқ, ондаймен ауырмау керек. Түсіну керек. Өйткені шын мәнінде егер сол лайктармен, сол бір виртуалды әлемдегі жазған позитивті комментарийларға өзің сеніп кетсең, онда әрі қарай қалай жұмыс істейсің? Сондықтан әрине де ол жақсы. Әлеуметтік желіде белсенді болу керек, пікіріңді жазу керек. Ол лайктар болады, біреу мақтайды, біреу басқа пікір айтады, сыни пікірлерін айтады. Оған бас айналмау керек біріншіден. Екіншіден, әрине мен ойлаймын, бұндай жағдайда біз хайпқа кетіп қалмауымыз керек. Қазіргі уақытта көріп отырмыз ғой, біреуді жамандасаң, бір сондай бір мәселелерді айтсаң, лайктар тез жинап аласың. Батыр болу оңай. Батыр болу оңай. Енді батырды біз тырнақшаны ішіне алайық, иә. Батыр болу оңай. Бірақ ол бір күндік, 2 күндік батырлық, былай қарағанда. Ал бізге қазіргі уақытта біздің қоғамды бөлу үшін емес, біздің қоғамымызды елді біріктіретін біз мәселелерді айтуымыз керек. Біз келесі сайлауды ойламауымыз керек. Біз бір өзінің ғана мүддеңді ойламауымыз керек. Біз келесі ұрпақтарды ойлауымыз керек дейді. Солай сияқты келесі сайлауды өзінің бір конъюнктураға сәйкес бір ойларыңды ғана ойлап, сол бойынша ғана жұмыс істейтін болсын, онда әрине де бұл елге қажет емес. Кейбір шешімдерді ұнамаса да қабылдай білу керек. Жақсы. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, біреуге ұнайын деп, тезірек бір арзандау атақ алайын деп ұмтылатын адамдар бар деп. Енді педагог ретінде айтыңызшы, бұл енді жақсы әдет емес қой. Бұл қай кезде адамның бойында пайда болады? Үйдегі тәрбиеден бе, мектептен бе, жоғары оқу орнынан ба? Енді негізі барлық біздің институттар... Бәрі популист болып кетсе жақсы емес қой? Барлық институттар оған тәуелді. Негізі бұл енді біз түсінуіміз керек қой. Бұл қазіргі уақытта біздің қоғамымыздың дамуының бір деңгейінің көрінісі. Ол деңгейден де біз өтеміз. Бұл өсудің бір сондай бір кезеңі, ауру деп те айтуға болады. Сондықтан бұдан да біз өтеміз. Бұған да құлағымыз үйренеді. Біз кәдімгідей ұлт ретінде пісіп, әртүрлі осындай ойларға дайын болып, көзіміз ашық болып, бір сыни пікірмен барлық нәрсеге қарай білуіміз керек деп ойлаймын. Сондықтан көп ақпаратты қарап, талдап, өзің ішінен осы елдің болашағын ойлай тұрып, шешім қабылдауың керек. Жақсы. Жаңа мақтау мен сынау туралы айтып қалдық қой. Сізді кей қол астыңызда істеген адамдар ма, былай жүзтаныс адамдар мақтап пост жазу мүмкін ғой енді. Жазған кездер болды. Кейбіреулер сынап жазған кез болды. Сол посттарды, интернеттегі түрлі жазбаларды оқығанда сол кісіге қатысты пікіріңіз өзгерді ме? Мақтаған адамды, ой, жақынырақ тартып сынаған адамды жолатпаңдаршы менің кабинетіме дегендей. Кейбір мен қатынасып жүретін адамдар былай айтатын. Олар айтады, неге сені көп сынайтын адамдарды шақырып солармен көп сөйлесе бересің дейді. Олар ойлап қалады дейді. Егер мына министрмен кездесу керек болатын болса, онда оны көп сынау керек деп ойлайды. Сен олармен кездеспе дейді. Мен айтамын, жоқ, олай емес. Ол бірінші кезекте, мысалы, сынай ма, сынамай ма, әртүрлі эксперттер бар. Біздің қоғамда әртүрлі пікірлер бар. Сол пікірлердің бәрін біз жинап, онымен жеке сөйлесіп, ол неге оны айтып жатыр?
ол жайдан жай айтып жатқан жоқ қой. Деп мен осы біздің мұғалімдердің ішінде де әртүрлі, енді мұғалімдерде бізде 500 мың мұғалім, ішінде түрлі мұғалімдер бар. Олардың пікірлері де біреуі қатты сөздер айтады. Бірақ сол сөздерге мен енді жай жеке тұлға болсам, онда мен ренжіп қалуыма болады. Онда мен көңіліме алып қалуыма болады. Жай өзімді қазіргі уақыттағындай, мысалы, жеке қызметте емес тұлға болсам. Бірақ егер сен мемлекеттік қызметтегі тұлға болсаң, егер сен министрлікті басқарып отырсаң, сен онда жай жеке тұлға сияқты шешім қабылдамауың керек. Сен онда сені біреу жамандады деп, сен туралы жаман пост жазды деп, егер солай қабылдасаң, онда жұмыс істеуге және де тиімді болуға мүмкіндік жоқ. Одан сайын, неге жазды? Не істеу керек? Бір проблемаларды мен жіберіп қойдым ғой деп, егер өзінен көріп, соның бәрін қарап, шақырып, сөйлесіп, осылай қабылдасан, онда әрі қарай өсуге, сол саланы дамытуға мүмкіндіктер болады. Жақсы. Енді қызметтен жаңа кеткеннен кейін қалай өміріңіз өзгерді деп бастадық, енді кету барысын тағы да айтармыз. Алдымен сол министрліктің жұмысына келейікші. Жалпы білім және ғылым министрлігі бұрын болған. Үнемі сынның астында қалатын еді. Тіпті оқушылар мен ата-аналар өкпелеген кезде айтатын, балаларымызды осы министрліктер зертханадағы қояндарға айналдырып жіберді. Реформадан реформа білгенін істеп кетті деп. Сіз білім және ғылым министрлігін қандай жағдайда қабылдап алдыңыз? Шаруа шатқа аяқтап тұрды ма? Бірізге түскен бе сіз қабылдап алғанда? Мен негізі өзіме дейінгі істеген азаматтарды ондай баға бергім келмейді. Азаматтар емес, мен жүйені айтып отырмын. Жүйені де мен сондай бір қирап тұрған жүйені қабылдадым деп айта алмаймын. Мен әріптестерім өте үлкен жұмыс жасап кетті. Өте үлкен жұмыс. Кейбірлерінің жұмысын мүмкін тағы да бір 5 жылдан кейін, тағы да бір 10 жылдан кейін қоғам түсінетін шығар. Қазіргі уақытта әрине де әртүрлі пікірлер бар, әртүрлі көзқарастар бар, бірақ біз эксперттік көзқараспен, тек қана субъективті, қазір ғана болған кейбір бір енді әртүрлі реформа жүргізгенде, онда да кейбір қиын жағдайлары болады, тұстары болады. Солар ғана көңіл аудармай, жалпы қарай білуіміз керек. Сондықтан менің ойымша, менің алдымда істеген азаматтар өте үлкен жұмыс жасады. Бізде сабақтастық болу керек. Бізге жаңа саяси мәдениет керек. Біздің мемлекет басшысы да осы мәселе туралы айтады. Көріп отырсыз ғой, ол кісінде ұстаным біз бәріміз көріп, осы жаңа саяси мәдениеттің қалыптасып келе жатқанды да көрінісі деп те айтуға болады. Бірақ енді ақта қараны қара деп неге айтпасқа? Сіздікі бір көңіл жықпастық емес пе? Жоқ, біздікі былай ғой. Маған дейінгілерге де жақсы азамат болып есте қалай, менен кейінгілерге де деген. Бұл өтірік таңдау. Бұл өтірік таңдау. Өйткені тек қана ақ, тек қана қара дегенді мен өзім қабылдамаймын. Тек қана жақсы, тек қана жаман дегенді қабылдамаймын. Біз сізбен бірге қоғамдамыз ғой. Бізде міне қараңыздар. Түстері әртүрлі бар. Тек қана ақ пен қара жоқ. Тек қана жақсы мен жаман жоқ. Біз адамдарды да білеміз, өзіміздің жақындарымызды да білеміз. Олардың да мінездері бар. Оларды жақсы көресің, бірақ кейбір жаман мінездері де болады. Сондықтан біз өтірік таңдауға өзімізді әкелмеуіміз керек. Біз сол біреуді тіпті жақсы көруіміз керек, әлде біреуді жек көруіміз керек, біреуді мақтауымыз керек, әлде даттауымыз керек. Ол менің ойымша бұл өтірік таңдау. Иә, жақсылықтарды да айту керек, болған кемшіліктерді де айту керек. Сізге қоқанлық көрсеткендер бар ма? Енді былай болады ғой, бізде көбінесе әртүрлі сын пікірлер бұқаралық ақпарат құралдарда болса, бізде көбінесе соны бір өзіне информатака деп қабылдайтындар көп та. Мен онымен келіспеймін. Әр бұқаралық ақпаратта шыққан бір өзіне ұнамайтын негативті ақпарат болатын болса, оны сен маған біреу ақпараттық шабуыл жасап жатыр деп қабылдайтын болсаң, ол дұрыс емес. Оны басқаша қабылдау керек. Егер сол шабуыл болса да, оны басқаша қабылдау керек. Оны түсіне білу керек. Неге? Біріншіден. Екіншіден, сын болу керек. Журналистер, министрлерді, журналистер жалпы қызметтегі тұлғаларды сынау керек. Өйткені сын болмаса, онда ешқандай жақсы өзгерістер болмайды, менің ойымша. Ал сынамасын десе, онда жұмысты тиімді жүргізу керек. Әдейілеп ақпараттық шабуылдардың болатындар рас қой кейде. Енді шабуылдар болады. Бірақ бұл кәдімгідей мемлекеттік қызметшінің, саяси қызметшінің өмірі. Сен ешкім бұны жетіктеп әкпеген жоқ. Ұнамай ма? Бұл былай қарағанда қоғамдық бір сондай келісім. Осындай лауазымға тағайындалғанда сен түсінесің қайда бара жатқанды. Бүгіннен бастап сенің жеке өмірін былай қарағанда қоғамның назарында, бүгіннен бастап сенің әр қабылданған шешімдерін қоғамның назарында. Сондықтан сені бүгіннен бастап бұқаралық ақпарат құралдар
сынайтын болады әртүрлі шешімдерінде. Дұрыс сынайды, дұрыс емес сынайды, бірақ сен оған дайын болу керек. Дайынсың ба? Онда кел, жұмыс істе. А егер дайын емессің ба? Онда басқа шешім қабылда. А егер осындай қызметке барып алып, одан кейін мені сынап жатыр, маған ұнамайды, біз шешімдерді, барлық осындай сыни пікірлерді ақпараттық шабуыл деп қабылдай беретін болсақ, онда ары қарай жұмыс істеу қиын болады. Сондықтан мен оларды ақпараттық шабуыл деп қабылдамаймын. Мен әр сыннан бір өзіме әрі қарай даму үшін бір жақсы мағлұмат, тұжырымдама алып шығуға тырысамын. Жақсы. Енді сіз қызметтен кеттіңіз, 4 қаңтарда орныңызға Ғани Бектайұлы келді. Бұрынғы сіздің орынбасарыңыз еді, иә, министрлікте. Сіз ұсындыңыз ба ол кісінің кандидатурасын? Негізі министрлерді тағайындау үшін бұның алдында болған министрлердің ұсынысы қажет емес. Бұл президенттің шешімі, өзі министрлерді тағайындаудың өзінің реті бар. Сондықтан, бірақ негізі пікір сұралатын шығар? Жоқ, негізі жаңа министрмен біз қызметтес болдық. Ол кісіні мен кезінде өзім шақырып алып бір мекемені басқаруға өзім тағайындалған болатын. Енді жалпы қазіргі уақытта үлкен жұмыс жүргізеді деп біз ойлаймыз. Біраз уақыт өтеді. Уақыт өткеннен кейін оны тек қана президент және де халық өз бағасын бере жатады деп ойлаймын. Сіз ұсынған жоқсыз, бірақ көзқарасыңыз жақсы. Енді болар елдің баласы бірін-бірі батыр дейді. Сондықтан әрине біз бір-бірімізді әрқашанда қолдауымыз керек. Жақсы. Десе де, жаңа саяси сабақтастық деген сөздер айтып қалдыңыз ғой. Алтын белгіге қатысты ақпараттарды естіп жатқан шығарсыз. Алтын белгі елдерінің жауапкершілігін көтеремін дедіңіз. Ол енді аталған бастамаңыз әзірге алынып тасталып деген ақпарат шықты. Сабақтастық қайда? Енді әр келген министрде бір ай болған жоқ қой. Иә, әр келген министрде осындай шешім қабылдауға мүмкіндіктері бар. Мен оған араласпаймын. Мен оған ешқандай пікірімді білдірмеймін, өйткені ол министрдің өзінің шешімі, ол шешімге министр өзі жауап береді. Бұндай батыл шешімдерді мүмкін қабылдай білгенде де бір жақсы осы кісі туралы бір көрініс шығар деп ойлаймын. Бірақ бұны кезінде қате шешім деп мен ойламаймын. Неге? Мысалы, алдыңғы жылдың өзінде біз тек қана 12 мыңға жуық осы алтын белгіні алам деген үміткерлер болды деген ақпарат болды. Одан кейін тек қана енді бір емтиханды басқа жерде тапсырасыңдар деген ақпарат шығып еді. Сол 12 мыңнан 4-5 мыңға дейін алтын белгінің үміткерлері бір дегенде азайып қалды. Ол нені көрсетеді, сіз қалай ойлайсыз? Менің ойымша, егер сен алтын белгіні алам деп шын мәнінде 5-ке оқысан, онда неден қорқасың? Ал бізге 12 мың алтын белгі керек па? Менің ойымша, кезінде неге ондай шешім қабылдадым? Менің ойымша, бізге алтын белгінің иегерлері кәдімгідей өзінің шын мәнінде сол алтын белгі деген үлкен атаққа сай болса, сонда алу керек. Бұнда басқа бағдарлама жоқ. Бұлар тек қана сол басқа мектепке барып, өз мектебінде, басқа мектепте бір ғана емтиханды тапсырады. Болды. Енді бірақ бұл қабылданған шешімді мен әрине де құрметтеймін. Бұл шешімді біз бәріміз, егер осындай шешім қабылданатын болса, оны біз түсінуіміз керек, өйткені бұл шешімде де өзінің бір қажеттілігі бар шығар. Демек, саяси сабақтастық үзілді сіздің министрліктегі, дұрыс қой? Енді оны бір дегенде өйтіп айтуға болмайды деп ойлаймын. Қалай енді сіз шешім қабылдадыңыз, шешім жоққа шықты, болды ғой? Енді ондай шешімдерді келген басшы кадрлық шешім болсын, басқа да шешім болсын, қабылдауға мүмкіндігі бар. Оған мен мысалы дайынмын. Және де ол солай болу керек деп санаймын. Жақсы. Жаңа алтын белгі туралы айтылып қалды ғой. Уақытында мектептегі емтиханнан кейін алтын белгі беріледі деді, иә? Ұлттық бірыңғай тест. Одан кейін қайттан жауапкершілік көбейтемін дедіңіздер. Неге екіұдай шешім қабылданып кетті? Енді алдымен беру жеңілдеттіңіздер, қайтадан жауапкершілік көтеремін дедіңіздер. Алдымен бұның алдында алтын белгіні алу үшін ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыру керек болды. Иә. Сонда нәтижесіне қарайтын еді. Иә, нәтижесіне қарайды. Сонда екінің бірі алтын белгіні ала берген жоқ. Білесіздер ғой? Иә, әрине. Онда өте сирек кездеседі. Одан кейін алтын белгіні жалпы ұлттық бірыңғай тестілеу ол енді мектептің аттестат алу үшін емтихан емес, ол тек қана жоғарғы оқу орнына түсетін емтихан деп екеуін бөліп тастағанда, онда алтын белгіні алу үшін мектепте емтихан тапсыру керек болды. Көбейіп кетті. Міне сонда біз көргеніміз бір дегенде көбейіп кетті.
бір дегенде көбейіп кетті, бірақ солардың одан кейін ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырғандағы нәтижесін қарап корреляция жасап көрсек, жер мен көктей. Ол алтын белгі алады, ал ұлттық бірыңғай тестілеуден сол шекті балдың өзін ала алмай жатады. Бұл нені білдіреді? Сондықтан біз осындай шешімді кезінде қабылдап, бізге керегі не әділеттілік. Өйткені барлығы бір-бірін көріп отыр. Сол ауылда да біледі, пәленшенің баласы алтын белгі алып жатыр дейді. Неге алып жатқанын да біледі. Қасында отырған балаларға бұл қалай әсер етеді? Олар ертең біздің болашағымызды, елімізді қалай қабылдайды? Соған байланысты қабылданған шешім. Әрине де бұл шешім көбіне ұнаған жоқ. Сол алтын белгінің егерлерінің, үміткерлерінің ата-аналарына ұнаған жоқ. Жалпы көп сын пікірді естідім, бірақ менің ойымша бұндай ұнамайтын шешімдерді қабылдау керек. Сұрақ: сіз биліктен кеткеннен кейін айналаңыздағылардың қарым-қатынасы өзгерді ме? Бұрын қол астыңызда істегендердің. Сіз қалай ойлайсыз? Мен билікте болған емеспін ешқашан, сондықтан сұрап отырмын. Міне сіз мені бүгін интервьюға шақырып отырсыз. Жалпы мен ойлаймын, мен үшін адамның лауазымы мүлдем маңызды емес, ол менің көзқарасым. Ал басқа адамдар қоғамда, менің ойымша, құлағында Асхат Қанатұлы кіріп шықсам болады ма? Есік қағып тұратындар болады ма? Қоғамның көпшілігінде, басым көпшілігінде дәл сіздікіндей позиция. Мен қазір көріп отырмын, дүкенге барам, енді балабақшаға барам, басқа жерлерге барам, халықтың, жалпы менің жақындарымның, араласып жүрген адамдардың көңілі өзгерді деп айта алмаймын. Ештеңе өзгерген жоқ. Дәл сол бағытта қалды. Енді әрине де біз енді оның бәрі өмір ғой, біз бәріміз білеміз. Кейбір тек қана қызмет бойынша араласатын, сол бір сенің құзырындағы мәселелер бойынша келетін, сұрақ қоятын мәселелер бойынша әрине де олар болмайды. Өйткені қазіргі уақытта менің статусым басқа. Сондықтан ол қызметте болған мәселелер бойынша қарым-қатынастар болмауы мүмкін, және де ол енді оны түсінуге болады. Ал бірақ күнделікті осындай қарым-қатынасымыз болып жүрген адамдардан ешқандай көзқарас өзгерді деп айтуға болмайды. Жақсы. Сіз қызметтен кеткеннен кейін 4 қаңтардан бері сізбен тығыз жұмыс істеген қанша адам министрліктегі қызметінен қуылды? Бұл жақсы сұрақ. Негізі мен өзімнің жұмысымда әртүрлі азаматтар тағайындағанда меритократия принципімен тағайындадым. Сатылап өсіру? Көбінесе біріншіден сатылап өсіру, екіншіден құндылықтар, ортақ құндылықтар болу керек. Әділеттілік, ашықтық, тазалық, намыс, ұят деген сияқты. Сондықтан мені осындай бір азаматтарды жинауға тырыстым. Ол бір. Екіншіден, мен тағайындаған көп азаматтар кезінде енді біздің министрлік екіге бөлінді ғой. Сонда мен көптеген проректорлар тағайындадым. Өте жас, болашақпен оқып келген, өздері оқып келген, шетелде оқып келген, бір керемет, мынандай керемет жігіттерді мен ректорлардың орынбасары қылып 20-дан астам осындай азаматтарды тағайындадым. Оның енді 99% деп айтуға боламын, оларды мен танымаймын. Бірақ тек қана солардың құндылықтарын, олардың кәсібилігін көргеннен кейін олар тағайындалды. Сондықтан олар жұмысын істей береді әрине де. Сол сияқты қаншама ректорларды мен өзім тағайындадым. Ғылыми институттардың директорлерін тағайындадым. Оларды тағайындағанда солардың 99%, мүмкін 100% деп те айтуға болады. Мен оларды осы қызметке келгенге дейін танымаған адамдар. Олардың бәрі тек қана сол ортақ бір жақсы құндылықтарға, ортақ бір кәсібилігіне жақсы көзқарас болғаннан кейін тағайындалған адамдар, және де сол адамдардың басым көпшілігі ол кісілерді шақырып, мына қызметке барасыз ба дегенде, солардың басым көпшілігі әрең дегенде соған келісіп барған адамдар. Ол нені көрсетеді? Ол деген сол адамдарға бұл қызмет соншалықты бір керемет, қалай, мансабын бір соңы сияқты керемет шың ретінде олар қарамайды. Өйткені олар қоғамда мысалы өте мықты ғалымдар. Олар Қазақстанда болмаса да басқа мемлекетке барып ғалым болып жүре береді. Нан тауып жүре береді. Кәдімгідей сыйлы адамдар. Мысалы олар өте мықты басқа да саланың мамандары. Ал министрліктегі қызметкерлер? Ал министрліктегі қызметкерлер де дәл солай. Көмекшілеріңіз болды. Мысалы менің орынбасарларымды алайық. Сол орынбасарлардың барлығын деп айтайын. Мен қызметке келгенге дейін таныған жоқпын. Осы министрлікке, вице-министр болып, мысалы, министр болып келгенге дейін көбін. Барлығын деп те айтуға болады. Ал
соның ішінде департаменттің директорлары көбі ішіндегі қазіргі уақытта соның ішінде эксперт болып бастаған. Мысалы біз техникалық және кәсіптік білім беру департаментінің директорын тағайындадым. Ол сол жерде 14 жыл жұмыс істеді. Сол жай маманнан бастап басқарма басшысы, жаңағы орынбасар, әртүрлі жайдан өсіп кетті де, енді ол қазір директордың, мысалы, директор болды, департаменттің директоры. Солай сияқты басқа да қызметкерлер ішінен саты-сатымен өсіп келе жатқандар. Көбісін мен өңірлерден алуға тырыстым. Өйткені, мысалы, бізде орта білім комитеті бар. Ол комитетте кім жұмыс істеу керек? Өңірлердегі кәдімгідей мынау ауылда, қалада, облыста не болып жатқан, біздің қабылданып жатқан шешімдер сол жерге барғанда қалай қабылданады, олар қалай іске асырылады, осыны білетін адамдар болу керек қой. Тек қана ылғида да сол кабинетте отырған адамдар ғана болса, онда олар түсінбейді, түсіне қоймайды. Ал сол жақтан бізде істеген, тәжірибені көрген, мыналар не істеп жатыр деп кезінде айтып отырған адамдар келсе, олар басқаша көзқараспен қарайды. Демек ешкім жұмыстан қуылған жоқ па? Енді ол мәселені мен қазір қадағалап отқан жоқпын. Неге? Мен мысалы бұл бірінші қызмет емес. Сізге хабарласуы мүмкін ғой. Асқар маған кет деп жатыр, не істеймін деп. Ол былай ғой. Бұл қызмет мен үшін бірінші басшы ретінде бірінші қызмет емес. Бұның алдында да қызметтері болды. Жаңағыдай қоңырау болмады демекші. Оларға келдім, оларға ғой. кеттім. Менің өзім қалыптасқан бір тәжірибем бар. Қызметтен кеткеннен кейін мен бұл кісілерге айтам. Енді бір тиісті жарты жыл ма, бір жыл ма жұмыс бойынша, осындай мәселелер бойынша менімен хабарласпаңыздар. Мен тіпті қарым-қатынасты осылай нет қоямын, өйткені маған жалтақтамау керек. Өйткені жаңа басшымен адал, кәдімгідей сол жерге сіңіп, бұның алдында болған басшыға жалтақтап қарамай жүйенің дамуы үшін жұмыс істеу керек. Сондықтан бұның алдында да мен басқарманың басшысы болдым, басқа да жұмыстарда істедім. Сонда да дәл осындай болды. Менің ойымша, егер біз өзімізді ойламай осы жүйенің ары қарай дамуын ойлайтын болсақ, онда біз осындай адамдарды өзімізге тәуелді қылмай, сенің көңіліне қарап отыратын қылмай, оларды ертең келген жаңа басшының жұмысына араласып отырмай, осындай бір азаматтық көзқараспен бұл мәселелерге қарау керек. Жақсы. Енді осы қызметтен кеткен кезде жаңағы арнайы пост жаздыңыз ғой. Қызметкерлеріңіз туралы айтып жатсыз. Сол кезде мынандай сөздеріңіз бар ғой. Қатал болсам, қатты сұрасам деп жазасыз ғой енді. Қатал басшы болдыңыз ба сонда? Мен әрине де жұмыс болғаннан кейін жұмыс бабында әртүрлі мәселелер болады. Сұрайсың, талап етесің, талап етпеу болмайды. Енді бұл егер мен жеке бизнесім болса, онда мен басқаша қарауыма мүмкін болушы еді. Ал бірақ бұл мемлекеттің қызметі. Мен Аймағамбетов Асхат жай қарапайым жеке тұлға ретінде мүмкін басқа қарауым керек шығар. Бірақ сен министр ретінде 3,5 миллион бала мектептерде оқып жатыр, балабақшада тәрбие алып жатыр. Сен басқа көзбен қарауың керек, мемлекет тұрғыда. Сондықтан талап қоясың. Бірақ қызметкерлер менен қорықпайды. Неге? Өйткені менің ойымша бізде басқа көшбасшылық керек. Қорқудан және қорқып жұмыс істегеннен ешқашан тиімділік болмайды. Олар сен барсың ба жұмыс істейді, сен кеттің ба жұмыс істемейді, одан ешқандай тиімділік болмайды. Жаны ашып, егер сенім артып, кәдімгідей оны қолдап, оған қалай жұмыс істеу керек екенін кейбір жерлерін кеңестерін беріп, сондай бір қарым-қатынас болса, егер сен тек қана тапсырма беріп отырмай, ішінде кәдімгідей бірге қайнап, бірге проблемаларды суығына да, тоңып ыстығына да бірге болатын болсан, онда ұжым сені басқаша қабылдайды. Мен өзім, менің әріптестеріме өте ризамын, өйткені олар мен қабағыма қарап, көңіліме қарап, жаны ашып жұмыс істейтін. Бұл жаны ашып жұмыс істеу деген өте маңызды. Мысалы, мен өзім жұмыс істегенде де, өзім министр ретінде, мен мысалы президенттің қаншалықты маңызды реформалар жасап жатқанын өзім көріп отырмын, өзім сезінемін, өзім білемін. Сондықтан мен әртүрлі бір басқа атағы үшін, бір басқалар үшін емес, мен осы еліміздің дамуы үшін, осы президентке қолдау көрсетіп, осы реформаларын шын мәнінде іске асыру үшін өзім жұмыс істеуге тырыстым. Шын жаным ашып. Солай сияқты менің де қабылдауым сондай. Менің де қол астында менімен бірге әріптес болып жұмыс істейтін қызметкерлер қорқып жұмыс істесе, әлде бір басқа ойлармен жұмыс істесе, онда тиімділігі басқа болады. А егер олар жаны ашып, кәдімгідей осы проблемалардың қаншалықты керек екенін, мынау қабылданған шешім нені өзгертеді екенін көріп отырып жұмыс істесе,
онда басқаша болады. Сондықтан олар әрбір айтқан сөзінде, мысалы сөйтіп жұмыс дегенде әрбір айтқан, енді андасында болады ғой, қатты сөз айтасың, мынау болмай жатыр, қалай болды деп. Дауыс көтердіңіз бе? Жоқ, дауыс көтермеймін, мен ешқашан дауыс көтермеймін. Солай айтқан мәселенің өзінде қатты көңілі қалып қалады. Неге көңілі қалады? Өйткені олар кәдімгідей беріліп, жанын беріп, жаны ашып жұмыс істеген адамдарды дәл солай болады. А ондай адамдар, мен бір әріптесім, ондай адамдар кәдімгідей күні-түні жұмыс істейді ғой. Мен бір әріптесім, үлкен давлениесі бар, өзі ауырып жүр, кабинетке келіп, мен енді ренжіп айттым, енді екі балаңыз бар. Ертең кімге керек боласыз? Барып демалсаңызшы. Емделіп, жоқ, мынау бітпей жатыр деп, міне осындай күймен жұмыс істеген біздің азаматтар өте көп болды. Кәдімгідей ауырса да үйінде жатып, больничныйға бармай, мен оларға айтатын. Жоқ, демалып алыңыз, балаларыңыз бар, өзіңіздің жеке өміріңіз бар деп, міне осылай жұмыс істегенде әрине де нәтиже болады. Жақсы. Енді сіздің қызметтен кеткеніңіз, тағы да үш министрдің қызметтен кеткеніміз 2023 жылдың 4 қаңтары түске таяу естілік ақпарат құралдарынан, ресми түрде. 4 қаңтар сізге қалай басталып еді? 4 қаңтар ол жұмыс күні, жұмыста бастадық. Мен таңертең ерте әріптестерімді жинап, олармен осы енді 23 жылы атқаратын басты мәселелерге назарын аударып, сондай ақылдасып, осындай жиналыс өткіздім, тапсырмалар бердім, әрі қарай әріптестеріміз осы тапсырмалармен айналыса бастады. Сосын ақпарат қашан келді? Ақпарат түске дейін ақпарат келді. Әрі қарай мен өздерімнің әріптестеріммен қоштасып, кабинетімдегі өзім заттарымды жинап алып, одан кейін үйге бардым. Енді біз ақпарат құралынан білдік. Сіз отставка кеткеніңізді қайдан білдіңіз? Ана кабинетіңіз тұратын неше түрлі телефондардан ба? Ресми мен сол күні білдім. Ақпарат құралдары. Қызметтен кететініңізді жоғары билік алдын ала ескертті ме? Ескертудің ешқандай міндеті жоқ қой. Негізі бұл мемлекеттік қызмет. Енді мемлекеттік қызметші сөзіңізді бөлейін. Біздің салада біреу қызметтен кететін болса алдын ала айтады, сен бір 2 аптадан кейін кету керек болып тұр, осылай болып тұр, бір жұмыс қарай бересің ба деп. Бізде солай қоштасады. Сіздерде қалай дегенім ғой, билік өкілдері? Әртүрлі ғой, бірақ менің ойымша енді бұл саяси қызмет. Саяси қызметтің ерекшелігі бар. Мысалы, саяси қызметке тағайындау үшін, мынау біздің басқа қызметтен айырмашылығы, онда тест тапсырмайды, әртүрлі квалификациялық талаптар міндетті бір осындай стаж болу керек, басқа деп қойылмайды. Бұл саяси қызмет. Оның тағайындауында осындай өте жедел, тез саяси шешім қабылданып тағайындалады. Және де саяси қызметкерлер, олар да саяси шешім қабылданып кетеді. Сондықтан саяси қызметкерлер осындай шешімдерге дайын болу керек. Енді мен 3 жыл 7 ай жұмыс істедім. Ол министрлер ол өмір бақи бір орында отыра бермейді. Бұл менің ойымша бір кәдімгідей үйренішті, жалпы дұрыс қабылдайтын шешім. Жақсы. Енді Асхат Аймағамбетов не үшін қызметтен кетті деген сұрақ алғашқы күндер біраз талқыланды. Сол жерде осы жігіт ерекше бір танымал болып кетіп еді, көпшілік бір жақсы көріп кетіп еді, ай сол ұнамай қалды ау дегенде пікірлер жазылды. Жасыратыны жоқ. Сіз қалай ойлайсыз? Жоқ, мен олай ойламаймын. Өйткені бізде жақсы пікірлер емес, мен туралы сын пікірлерде де аз болған жоқ. Сондықтан үйтіп ойлау менің ойымша дұрыс емес деп санаймын. Ол үшін емес деп ойлайсыз? Енді әрине ол үшін емес. Мына сауал, осы неше түрлі жақсы посттар, басқалар жазылды деп жатырмыз ғой сіз туралы. Бір арнайлап өз ресурстарыңызды қосып, таныстарыңызды қосып, қаражат төлеп пост жаздырған жоқсыз ешкімге? Енді сіз өзіңіз осы ақпарат саласындасыз. Сіз қалай қабылдадыңыз? Сіз өзіңіз көрдіңіз ғой осының бәрін. Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Нені? Сондай сізге солай болып көрінді ма? Мен тіпті ойланбаппын. Енді қазір ойлансаңыз қалай болады? Уақыт керек оған. Сізден сұрап отырмын. Сіздің жауап берген эмоцияңыз бізге өте маңызды ғой. Біріншіден жоқ. Екіншіден жаңа мен сізге айттым ғой. Сол күні бұл ақпаратты мен қабылдап білдім. Әртүрлі пікірлер болды, және әртүрлі пікірлер болу керек деп санаймын. Бұл енді шынайы біздің бірге жұмыс істеген әріптестеріміздің пікірлері. Бұндай мәселені ұйымдастыруға болмайды. Қандай керемет ресурстарың болсаң да,
болса да бұндай мәселені бір сағатта әлде бір күнде керек болатын болса бір айдағы ұйымдастыра алмайсың. Басшыларда боттар деген болады деп естиміз. Ондайды ұйымдастыра алмайсың. Сіз сол мәселелерді кәдімгідей зерттеп қарасаңыздар, қазір мен айтамын ғой, әрқашан айтамын. Барлығының көзі ашық. Оны өте оңай қарауға болады. Ана жазған комментарийларды кім жазды соған басып қарасаң, бұл тірі адам ба, тірі адам емес па? Әлде анау жазған әртүрлі посттарын қарасаң, мынау танымал адамдар. Танымал адамдар. Ол адамдар кәдімгідей бұғанға дейін сынап, жаңағындай бір жерге апарып салып алып келіп жүрген қазақша айтқанда адамдар. Олар кәдімгідей шынайы, оларға ештеңені айтсан да сұрасан да істемейтін адамдар осындай мәселелер жазып отыр. Сондықтан менің ойымша бұл жалпы осы президенттің қолдауының арқасында жүргізілген реформаларға деген мүмкін бір көзқарас шығар. Жақсы. Кеше Инстаграм желісіне бір видео салыпсыз, сторисына. Ана Жайдармандағы кішкентай балалар сіздің фотоңызды қойып, бір қимастықпен әндер орындап жатыр екен да. Одан кейін арай сауат ашу, ана тілдерін таптым ау сен деп жатыр, сіздің де фотоңыз жүр. Балалардың қимастығы басқаша әсер ете ме? Ересектер жарай желіге жазады. Енді бұл қимастық емес, бұл жалпы Жайдармандағы бір балалардың дайындаған, енді жалпы қоғамды олар қарап отырады ғой, қандай мәселелер көтеріп жатқанын. Сондай дайындаған бір арнайы әзілі болды деп ойлаймын. Десе де ерекше бір әсер етті ме? Десе де оқушылардың да жазғанын бөліскен сәтіңіз бар қызметтен кеткен кезде? Жоқ, енді оған мен жаңа айттым ғой, ондай мәселеге қатты назар аударып бір толқыныс болатын шығар, енді баланың тілегі ғой ол. Енді біз бәрімізде де адамбыз ғой. Әрине де, егер сен туралы бір жақсы сөз жарым ырыс дейді, бір жақсы сөз айтылып жатса, әр адамға ол ұнайды. Бірақ бұндай мәселеге қатты көңіл бөліп, басың айналып, соған қатты бір ұнатып, әлде ұйымдастырып, бұндай мәселеден мен жоғарымын, әлде алыспын. Жақсы. Қызметтен неге кеттіңіз деген сауалдың жауабын іздеп отырмыз ғой енді. Білгіміз келіп отыр да біздер. Мына мәселе, қараңыз, сіз бірінші сыныптан орыс тілі мен ағылшын тілін алдырып тастадыңыз, дұрыс қой. Балабақшалардан да солай қылдыңыз, алдырып тастадыңыз. Одан кейін орысша сөйлейтін балабақшаларда кемінде 600 қазақша сөз үйрену керек балалар деген талап енгіздіңіз. Осының салқын тиюі мүмкін бе? Жоқ. Неге? Өйткені бұл жалпы ешқандай астары жоқ бұл шешім. Өйткені бұл осы ғылыми ізденістерге, кәдімгідей біздің қоғамымыздың сұранысына да, жалпы баланың ақпаратты қабылдауына да байланысты қабылданған шешім. Өйткені бірінші сыныпта, қазір көбінесе балалардың басым көпшілігі бірінші сыныпқа 6 жаста келеді. Солай ғой. 6 жаста келеді. Сол 6 жастағы келген балаға 3 тілде әліппені үйреткен қаншалықты оңай, қаншалықты тиімді, оңай деп айтпай ақ қойын, тиімді. Қате деп айтса осыған дейін түсінбеді ғой, соны ешкім. Біз айттық қой бәріміз. Ол тиімді емес. Сондықтан одан ешкім ештеңені ұтылмайды. Өйткені бірінші сыныпта ол өз ана тілінде, қазақ тілінде оқуын бастайды. Әліппесін оқиды, үйреніп алады, жазып үйренеді. Одан кейін екінші сыныпта мысалы орыс тілінде оған өте оңай болады. Ол бір жылда оқитын мәселесін ол 3 айда оқып тастайды. Мысалы, үшінші сыныпта ағылшынды оқи бастайды, одан ұтылмайды, ештеңе жоқ. Мысалы, балабақшаларда да дәл сондай. Балабақшада сол жаңағы 0.25 дейді сағат жұмасына ағылшын болды, орыс тілі болды. Ол балаларға шыны керек, балабақшада біз басқа тәрбие беруіміз керек. Сондықтан бұнда да дәл осындай ғылыми ізденістерге негізделген шешім болды. Балабақшаларда да біз ағылшын тілінде де, орыс тілінде де пән ретінде алып тастадық. Жаңағындай 600 сөз дедіңіз, енді арнайы бір ең жиі қолданылатын сөздердің жиынтығын біз жасап, балабақшаларда, енді балабақшада бізде тек қана қазақша сөйлейтін тәрбиешілерде де, балаларда да бар емес екенін бәріміз білеміз ғой. Бірақ сол балалар қазақша сол балабақшадан үйрену керек. Біз қазақ тілін балабақшадан бастап беруіміз керек. Оны кел, кет, тұр, жат деген сияқты әртүрлі енді күнделікті айтылатын сөздер бар ғой. Ең қарапайым сөздер. Қарапайым сөздер. Сол сөздерді балабақшада тәрбиеші айта берсе, ол соншама қиын сөздер емес. Балаларды да сол тілді ойынмен өте жеңіл алып кетеді ғой. Мысалы, сол сияқты осындай шешімдерді біз қабылдадық, және де бізде мынау бірінші сыныптарға балалар келеді. Ата-аналар кейбірлерін
өздері үйлерінде орысша сөйлесе де қазақ мектептеріне беруге тырысады. Бірақ оларды өзі тілі орысша шыққан балалар қазақ мектептеріне барғанда қиналатынында да болады. Енді басында. Олар қиналмасын деп біз арнайы бағдарламанда да оларға дайындап қойғанбыз. Жақсы. Демек саяси астар іздеудің қажеті жоқ дейсіз. Жоқ, бұл нақты тиімділігі бар ғылыми зерттеулердің негізінде қабылданған шешім. Тағы бір сұрақ. Әлем әдебиетін енгіздіңіз. Орыс әдебиеті кетті. Одан кейін мынау орысша тіл шығып жатқан балаларға жаңа қазақ мектептерінде көбірек қазақша сөйлесін деп арнайы адаптациялық бағдарлама жасап шықтыңыз. Бұның салғын тиюі мүмкін бе? Жоқ, мен ойлаймын, жалпы қоғамға да біздің елімізге де керек мәселе. Өйткені біз әлем әдебиетін білуіміз керек. Солай ғой. Біздің қазақтар, әсіресе қазақ мектептерінде оқитын өзіміздің балаларымыз, олар әлем әдебиетін, олар Шекспирді білу керек, олар мысалы Сервантесті білу керек, олар және де Гогольді да оқу керек. Әрине де қазақ әдебиеті ол бөлек пән ретінде ол бар ғой, ол түсінікті. Бірақ тек қана бір елдің әдебиеті ғана емес, әлемнің әдебиетін оқу керек деген біздің шешіміміз дұрыс деп ойлаймын мен. Ол бір. Екіншіден, оның бағдарламасы қазіргі уақытта дайын болып бітіп қалды. Мен ойлаймын, біздің әріптестеріміз әрі қарай бұл мәселені жалғастырып кетеді деп. Жаңағы сіз айтқан адаптация мәселесі де олда да өте керек. Өйткені біз көрдік, қазір көп біздің ата-аналардың осы қазақ мектептеріне балаларымызды береміз деген өте жақсы ниеті бар. Соны біз қолдап, оған жағдай жасауымыз керек. Ана бала барып, ол үйінде орысша сөйлейді. Ана мультфильмдарды орысша көрген, тілі орысша шыққан, бірақ қазақ мектебіне барады. Біз оны жай ғана басқа қазақша тілі шыққан балалармен бірге оны іліп алып кетеді десек, ол кішкене қиындау болады. Сондықтан мемлекет оған тиісті жағдай жасау керек. Сол үшін біз оларға тиісті адаптациялық сондай қосымша бағдарлама жасап, оны аяқтап жатқанбыз. Мен оны ойлаймын, онда да біздің әріптестеріміз аяқтап, мүмкін биылғы жылдың қыркүйек айынан бастап кететін шығар. Жақсы. Білім саласында келесі қадамы мынау еді, әттең үлгермей қалдым дейтін қандай бастамаңыз бар еді? Енді ондай бастамалар жалпы, енді білім саласы үлкен сала ғой. Үлкен сала болғаннан кейін әртүрлі ойда болған бастамалар бар. Бізде ұлттық жобада да олар кәдімгідей шегеленіп жазылып кеткен бастамалар. Енді оны тағы да 3 жыл істесем де, тағы да 5 жыл істесем де, ол әрқашанда да адамда жоспарлар болады ғой. Ол бір проблема шешілсе, тағы да бір проблема басталады. Мен есімде, мен вице-министр кезінде, әлде ауданда істеп, әкімнің орынбасары болдым, әлде министр болып жаңа ғана бастағанда кездесулер. Мен өте көп ауылдарға баратын, қалаларға, кездесулерге өте көп баратынмын. Сонда мұғалімдердің жалпы халықтың қоятын сұрақтар қандай болды? Сол уақыттағы сұрақтар, проблемалар, және қазіргі уақытта қойылып жатқан проблемалардың мазмұны тіпті бөлек. Сондықтан проблемалар олар әрқашанда өмір болғаннан кейін шыға береді. Бүгін саған мына проблеманы қояды, оны шешіп тастап, ертең күні барсан, тағы да бір проблеманы қояды. Сондықтан бұл мәселелер әрине де бітпейді, бірақ ең басты алдымызда тұрған басты күрделі мәселелерді шешуге тырыстық. Жақсы. Ендігі сауал былай. Енді не істемексіз? Билікке қайтып келу жоспарда бар ма? Сайлау көп, мүмкін бір жаққа, орынтаққа жайғасып қаласыз ба? Қазіргі уақытта мен сізді жаңағы қызметтен кеткеннен кейін желіде біраз жерге тағайындап, біраз жерден түсіріп тастады қызметтен. Иә. Енді қызметте болғанында да көмекшілерім жаңағы ұжымда әртүрлі мәселелер пайда болып, енді бұл енді үйренішті жағдай ғой. Бірақ негізі қазіргі уақытта мен балалармен оларға тәрбие беріп, оларды әртүрлі жаңағы мектептеріне, балабақшаларына апарып алып келіп деген сияқты осы жұмыспен айналысып жатырмын. Осы жуырда маған бір осы Астана қаласындағы бір өте ірі, өте сапалы университеттердің бір ұсыныс берді. Енді біраз тәжірибеңіз бар, осы тәжірибемен балалармен, студенттермен бөліссеңіз деп. Мен оқытушы болғаннан кейін, өзім педагог болғаннан кейін, маған бұл өте жақын. Ұстаз болу түсінді ме? Ұстаз болу, иә. Сондықтан кәдімгідей қарапайым оқытушы болып, студенттермен жұмыс істеу деген ұсынысты мен қабылдадым. Енді қазіргі уақытта осы тиісті құжаттар болғанда сол курстың бағдарламасын, силабус деген сияқты басқа жұмыстармен қазір айналысып жатырмын. Осы жуырда енді басқа да ұсыныстар бар, оны мен жасырмаймын. Әртүрлі ұсыныстар бар.
мынау жеке сектор болса да, басқа да нелер бойынша да әртүрлі ұсыныстар бар. Сондықтан бұл ұсыныстар бойынша жақында мен шешім қабылдап, бұл туралы енді ақпаратты қоғамға жеткіземіз. Бірақ мынау ағартушылық жұмыспен айналысу, балаларға білім беру, жинаған тәжірибемен бөлісуді қайда жүрсенде де оны бірге алып жүруге болады. Қандай қызметке барсан да, немен айналыссаң да, бұны бірге алып жүретін жұмыс. Сондықтан қазіргі уақытта сол қарапайым оқытушы ретінде өзім осылай өскелең ұрпақпен тәжірибемен бөлісуді жөн көріп отырмын. Демек, оқу ағарту экс-министрі университетте ұстаз болып жұмыс істеуге дайындалып жатыр. Иә. Бұдан да басқа жоспарлар болады, бірақ қазіргі уақытта дәл осындай шешім бар. Маған бұл өте қызық. Кезінде өзім біраз жыл осындай ұстаз болып жұмыс істегеннен кейін әрқашанда жүрегіне жылы, жақын болып тұрады. Жақсы. Енді мына бір сауалды қояйын. Бұған дейін сұхбаттасқанда сіз министр болдыңыз, сондықтан саяси тұрғыда саяси мәселелерге қатысты сұхбаттар жиі жасайтын едік. Енді қазір экс-министр болғаннан кейін осы сауалды қояйын. Бірақ жауап бермеу өзіңіздің еркіңізде. Отбасы деген сөзді біраз айттыңыз. Балаларымды апарып келемін, үйде балаларыма тәрбие беріп жатырмын деп. Отбасыңыздың мүшелері туралы, олар немен айналысатыны туралы айту мүмкіндігі бар ма? Қазір мүмкіндік бар. Өйткені енді қызметте болғаннан кейін өз туралы, өзінің отбасы туралы айтқан ол бір түрлі. Сондықтан көбінесе тек қана жұмыс туралы айттық қой. Мен көп балалы отбасыдамын. Әкем мен бірінші сыныпта болғанда қайтыс болды. Шешем өзі сонда бір 30-дан жаңа ғана асқан жасында болды, 6 бала болды. Оның бәрін барлық балаларды өсіріп, білім беріп, ұлын ұяға, қызын қияға деген сияқты бәрімізге сондай білім тәрбие беріп, қазіргі уақытта пенсияда. Енді о кісіде де, әкемде де былай қарағанда жай қызметкер болды. Анамда да жай кәдімгідей қызметкер болып, сол қызметкер ретінде қарапайым пенсияға шықты. Менің егер ағаларымды, апаларымды сұрайтын болсаңыздар, оларды да кәдімгідей қызметте, кейбірлері қарапайым мұғалім, дәрігер деген сияқты осындай қызметтерде. Сондықтан сондай басшылықта әлде бір үлкен лауазымдағы ешкім жоқ. Отбасында қанша бала болдыңыздар? Отбасында 6 бала. Мен 5-шімін, менен кейін тағы да кіші менің қарындасым бар. Енді барлық қазір ер жетті, соны айтып отырмын ғой, сондай бір қиын уақытта анам өзі жалғыз қалса да, тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай, кәдімгідей білім беріп, ешкімнен ешқандай көмек сұрамай, ешкімнен кем болмасын деп, бәрімізге білім беріп, тәрбие беріп, кәдімгідей өсірді, шүкір. Сондықтан енді ол кісінің кәдімгідей нағыз батыр деп мен санаймын. Қазіргі уақытта енді жағдай басқа ғой, онда біз ауылда тұрамыз мысалы. Мал жайғайсын, шөп сурасын, қойдың кезегіне барасын, сол уақытта мойымай біздің бәрімізге тәрбие беріп, білім беріп, осындай өсірген анама әрине де өте қарыздармын деп ойлаймын. Әкеңізден 6 жасыңызда қалып отырсыз осы. Иә. 6 жасыңыз, жақсы. Қазір өзіңіздің отбасыңыз? Өз отбасым 2 балам бар. Біреуі 7-ші сыныпта, екіншісі ол балабақшаға барады әлде. Енді жұбайым ол қанша жыл болды? Біз 15 жылдан асып кетті үйленгеніме. Сондықтан қазір дәл осындай тұрмыз. Жақсы. Мүлкіңіз қандай? Сіз экс-министрсіз ғой. Зәулім коттеджде тұрасыз. Зәулім коттедж жоқ, бизнес жоқ. Көбісі айтады. Көбісі ойлар болады ғой енді. Колледж ашып алуға, жеке университет ашып алуға мүмкіндік болды. Қол қоятын өзіңіз, мөр қолыңызда біреудің атын ашып тастап. Жоқ, ондай жоқ. Шенеуніктердің байлығын естігенде шок болып адамыз біз әйтеуір. Университет, колледж мектептерім жоқ. Басқа да осы білім саласымен нақты білім саласы болсын, жалпы басқа ондай тіршілікпен біз 3 жыл жаңағы 7 ай дедім бе, оның алдында да қызметімде, егер сен күні түні мемлекеттің қызметінен айналыссаң, егер басында ұйықтасаң да, тұрсаң да осы мәселелер болса, онда бұндай жеке басында ойлайтын уақыт болмайды. Біріншіден, екіншіден адал айналыссаң. Ең қиыны осы уақытта мен бір әттеген ай дегенді айтамын да, ол пандемия. Бұдан да көп мәселені тындыруға болушы еді. Бұдан да көп жақсы бір жаңалықтар енгізуге болушы еді, бірақ 2 жылға жуық уақыт осы пандемияның уақытында өтті. Қазір әрине де пандемия өткеннен кейін қазір бізде бір түс па,
өң ба деп өзімізде де өзіміз сол уақытта болған өзіміздің қабылдауымызда да бір сондай болып қалды ғой, бір сондай қиын жағдай болмаған сияқты. Бірақ негізінде мектептер үшін, білім беру саласы үшін бұл өте үлкен шок болды. Бұл өте үлкен қиындық болды, үлкен біз үшін емтихан болды. Бірақ мен ұстаздарыма әрқашанда да мен алғысымды айтамын, біздің ұстаздарымыздың ұстамдығының, кәсібилігінің арқасында, олардың қолдауының арқасында біз сүрінбей жалпы бұндай қиын жағдайдан өттік деп айта аламын. Айтып отырмын ғой, біздің негізі Қазақстандағы ұстаздар өте мықты, өте адал. Мен әрқашанда олардың үлкен қолдауына ие болдым. Бұлда да үлкен бақыт. Өзінің әріптестерінің осындай қолдауына ие болу деген бұлда да үлкен бақыт. Сондықтан түсініп қарап, қиын шешімдерді де қабылдап, осылай қолдағандарына мен әрқашанда да алғыс айтамын. Жақсы. Енді жаңа айтып қалдыңыз ғой, қызметін пайдаланғам жоқ, ешқандай бизнес ашып алғам жоқ деп, иә? Бұның барлығы енді мынау жемқорлық деген дүниеден шығады ғой, соған халық ашынып жатады, айтып жатады. Мемлекет басшысының өзі сан мәрте айтты, жемқорлықты жою керек деді, мемлекеттік сатып алудағы жаңағы бәленбай пайызы бір көзден алынады, сол бір кормушканың аузын жабу керек деді. Ашынып айтқан кезде мынау 162 адам деді ғой, деймін қателеспесем, сода Қазақстанның 50% байлығы жатыр деді. Осындай сұмдықтың бәрін тоқтату керек. Ұлттың, елдің, жердің байлығының бәрі халыққа теңдей бөліну керек деген дүниені мемлекет басшысы үнемі айтып жүрді. Елдегі жемқорлықты жеңудің сіз ұсынатын тәсілі қандай? Тәрбие, білім, ағартушылық, мәдениет. Біз тек қана түрмеге отырғызумен, тек қана бір осындай жауапкершілікке тартумен бұл мәселені толық шеше алмаймыз. Бұл үлкен індет, бұл ауру. Сондықтан оны біз осы ағартушылық, білім беру, әртүрлі саяси реформалар арқылы, қазір міне үлкен реформалар жүргізіліп жатыр. Осы реформалар ол былай қарағанда бір мандаттан сайлану деген сияқты, парламентті басқаша сайлау деген сияқты, соттарды, әкімдерді сайлау деген сияқты, оны былай қарағанда бір бөлек өз-өзімен жүріп жатқан реформа сияқты кейбірлер қабылдайды. Бұл бізге қандай қатысы бар деп. Бірақ осы реформаларға барлық мәселе байланысты. Мынау жемқорлық мәселесі, біздің жалпы күнделікті тұрмысымыз, бізде су бола ма, біздің ТЭЦ-тарымыз дұрыс жұмыс істей ме, сол біздің білім саласына, ғылым саласына, балабақшаларға, мынау денсаулық саласына бөлінген ақша дұрыс жете ме, біздің жолдарымыз ертең дұрыс бола ма, біздің салып жатқан үйлеріміз ертең құлап болмай ма деген, бұның барлығы жаңағы елімізде болып жатқан реформаларға тікелей байланысты. Бізде мынау Аджемоглу дегенмен Робинсон дегеннің бір керемет үлкен монографиясы болды. Сол монография осы саяси реформалардың жалпы қаншалықты мемлекеттің тұрақты болуына, мемлекеттің тиімді болуына қаншалықты әсер ететіні туралы бір жақсы жазған үлкен ізденістері, ғылыми жұмыстары бар. Сондықтан бізде әрине де қазіргі уақытта президенттің бастамасымен барлық салаларда үлкен реформалар болып жатыр. Бірақ соның ішінде ең маңызды реформаның бірі әрине де осы саяси реформалар. Қазіргі уақытта мынау парламентқа сайлау болайын деп жатыр, сенаттың қалыптастыру, жинақтау тәртібі өзгеріп, қазір осындай өзгерістер болып жатыр. Әкімдерді сайлау мәселесі қазіргі уақытта болып жатыр. Жалпы бізде елімізде аудан қала әкімдерін сайлау болады 24-те. Былай қарағанда етіміз үйреніп қалды да көп жаңалықтарға. Бірақ бұның алдында 2 жыл бұрын, 3 жыл бұрын үш ұйықтаса ойына келмейтін үлкен өзгерістер іске асып жатыр. Бұл өзгерістер негізінде бұл бөлек бір саяси жүйеде болып жатқан өзгерістер емес, бұл жалпы біздің ертең бұл экономикалық жүйемізді өзгертіп, біздің әл-ауқатымызды асыратын дәл осы саяси реформалар. Біздің білім беру саласында жүргізіліп жатқан өзгерістер, біздің денсаулық сақтау, басқа да салаларда болып жатқан мәселе, міне дәл осы бәсекелестікке байланысты. Қазір партиялар қаншама тіркеліп жатыр, көріп жатсыздар. Қазір олардың жалпы көзқарасы басқаша. Сондықтан осы өзгерістер ұзағынан болсын дейміз. Бұл өзгерістерді ең басынан біз көзіміз ашық болып түсінуіміз керек. Ертең әртүрлі хайптардың, әртүрлі бір күндік жаңалықтардың артында кетіп қалмайтындай болу үшін, ол үшін бізге саяси мәдениет пен ағартушылық жұмысы өте маңызды. Өйткені демократия үшін білім беру саласы маңызды. Мысалы, біз білім беру саласында бірнеше жақсы жобаны іске асырдық. Мен өзім жақсы көремін, өзім қолға алып асырған 3 жобам бар. Мынау тәрбие жұмысының ішінде ол өзін басқару,
әр мектепте, әр колледжде біз өзін басқару студенттік парламенттерді, мектептік парламенттерді құрдық. Керемет енді. Олар кәдімгідей өздері балалар соған араласып, сайлауға барып, басқаша қабылдап жатыр. Екіншіден дебат деген. Өзім кезінде дебатпен айналыстым. Ол қаншалықты, ол жай ғана ойын емес. Ол білім беру технологиясы. Сондықтан дебаттың қаншалықты маңызды екенін, мынау сыни ойлау, әртүрлі жай ғана медиа сауаттылықты дамытады, әртүрлі мынау естіп қалып соған сене салмайтындай, сол үшін дебаттың берері көп. Үшіншіден оқуға құштар мектеп деген жоба, керемет жоба. Біз 2 миллионнан астам кітаптарды сатып алдық мектептерге. Балалар қазір кітап оқып жатыр. Қазақ тіліне соның арқасында қаншама туындылар басқа тілдерден аударылып, қаншама керемет кітаптар қазақ тілінде қолжетімді болып жатыр. Міне осы жобаларда да біздің қоғамымызда сенімдік пайда болуына әкеледі. Саяси белсенділік әкеледі. Олар бізде жалпы бір саяси мәдениетімізді жоғарылатады деп ойлаймын. Жалпы көп мәселе біздің осы ағартушылыққа, білім беру саласына байланысты. И осы жұмысты әрі қарай енді басқа статуста болсам да негізі маған білім беру саласы деген ол қызмет емес. Маған ол жалпы мен үшін бір үлкен миссия. Сондықтан осы ағарту жұмысын жалпы жастармен жұмыс істеу. Бізде қазіргі уақытта диссертация қорғап, диссертацияларын жазып жатқан зерттеушілер маған жекеме шығып, осындай бір көмек бар ма, консультация бар ма деген осындай сұрақтар қойып жатыр. Оларға көмек беру сияқты осы ағартушылық жұмыспен ары қарайда да жалғастырамын деп өзім жоспарлап отырмын. Жақсы. Сіз біздің каналда шыққан Дидар Смағұлов мырзаның сұхбатын көрдіңіз ба? Жоқ, көрмедім. Ұлттық бірыңғай тест орталығын жаңағы басқарған, сіздің штаттан кеңесшіңіз болды бір кезде. Сол азамат былай дейді, ұбт кезінде бір естелік айтты сізге қатысты. Сіздің ағаңыздың, туған ағаңыздың баласы ұлттық бірыңғай тест тапсыруға құжат тапсырып үлгермеген екен. Бір апта кешігіп қалыпты, сол кезде Дидар сізге хабарласқанда сіз айтыпсыз, жалпыға бірдей тәртіп, менің ағамның баласына да ортақ тәртіп депсіз. Туыстарыңызбен араласпайсыз ғой дейме? Бізде бір ереже бар. Біз айтамыз ғой, қазақ көңіліміз бір атымдасып айдан қалады. Бізде өзі отбасымызда жақындарымда сол ереже бар. Енді бұның алдында да мен әртүрлі қызметте жұмыс істедім ғой. Сонда мен анам әрқашанда айтады: байқап жүріңдер, кесірлерін тиіп кетпесін. Бәрі жиналғанда айтады. Деген сияқты. Жиналғанда да, жиналмағанда да. Олар тіпті мен кеткенде біраз олар да қуанды ғой деймін. Өйткені былай басқаша өздерін ұстап жүреді ғой. Кішкене өйткені үлкен назар бар деген сияқты, бәрі қарап жүреді деген сияқты. Сондықтан негізі бізде сонда ереже бар. Маған ешкім ешқашан өзінің жеке басының сұрақтарымен келген емес, келмейді де. Өйткені біріншіден менің өзімнің ұстанымымды біледі, екіншіден біздің үйдегі бір сонда ереже баяғыдан қалыптасып келе жатқан. Біздің кішкентай кезінен бастап мен қазір есімде анам сөйтіп айтатын: ешкімнің ала жібін аттама деген сияқты. Сонда мен қазір айтам, сонда есімде қалғаны, адам өлтірсең де шындығыңды айт дейді. Мен сонда өскеннен кейін айтам, қалай сонда бір басқа мысалды айтпайсыңдар ма, адам өлтір деген не деген сөз деп. Енді сондай ол тәрбиеге байланысты ғой. Сондықтан ешкім маған ондай ұсыныстармен келген емес. Және де жаңа сіз айтқан кейс бойынша да онда да мен ол ақпаратты білген жоқпын. Маған телефон соғып, осылай болып жатыр деген сияқты сұрағаннан кейін мен айттым, ол енді заң бар ғой. Мен не үшін сұрайсыздар деген сияқты. Ол бірақ Дидар мырзаның өзінде де ұстанымы сондай мықты жігітті. Бізде ұлттық бірыңғай тестілеу орталығын басқарғанда біраз жыл жұмыс істеді. Көп өте маңызды, қаншама жүздеген мың балалардың тағдырына қатысты мәселемен айналысты да. Өйткені ұбт-ны ашық өткізу керек, әділ өткізу керек, үлкен форматын ауыстырдық. Міне сонда кәдімгідей ешкімге бой бермей, кәдімгідей жоқ, мен осыны істеймін деп, менде де оны мына жақтан қолдап отыруға тырыстым. Ешкімге жақындатпай, ешкімге нетпей, өйткені біледі ғой. Егер сен өзің бірінші болып болған бір түсініксіз, заңсыз тапсырма беріп отырсаң, онда қалай болады? Сондықтан көп мәселе бірінші басшыға байланысты. Ешқандай бір исключение, ешқандай бір жұрттың алдына шығып бір сөзді айтып, бұрылып алып басқа сөзді айтып отырсаң, онда ешқандай мәртебең, ешқандай қадірің қалмайды ғой. Жақсы. Бүгін айтып отырмыз ғой, бұл эксклюзивті сұхбат деп отырмыз. Сіз қызметтен кеткеннен кейін, министр лауазымынан кеткеннен кейін бірінші сұхбатыңыз, дұрыс қой. Тағы көкейде жүрген, айтамау деп жүрген, айтылмай қалған дүние жоқ па?
Жоқ, жалпы қандай сұрақтарыңыз болды, сұрақтарға шынайы жауап беруге тырыстым. Жақсы. Түйініміз, бұған дейін бір мәрте жауап бердіңіз, бұл сұраққа осы жолы тағы қояйын, жауабыңыз басқаша ма, сол ма екен көрейік. Бүгінгі күннің батыры кім? Менің ойымша бүгінгі күннің батыры мойымай осы елге қызмет етіп жүрген барлық азаматтар. Олар кімдер? Олар біздің жүздеген мың мұғалімдер. Күнде таңертең оянады, мектепке барады, балаларға сабақ береді. Олар біздің бүгінгі батырлар. Біздің медициналық мекемелерде жұмыс істейтін дәрігерлер, сондағы жаңағы санитар дәрігерлер, біздің полицейлер күндемей түндемей далада жүріп бізге осындай қызмет көрсетіп жүрген. Біздің басқа да қызметкерлер, біздің журналистер де басқа да қызметкерлер, мемлекеттік қызметте істеп жүрген қаншама қызметкерлер. 99% мемлекеттік қызметтегі азаматтардың нағыз өз елін жақсы көретін, шынайы жұмыс істеп жүрген, тек қана мынау жалақысына ғана күн көріп жүрген, өте бір әртүрлі қиын жағдайда болса да мойымай үлкен жұмыс жасап жүрген қызметкерлер. Мен оны айта аламын. Өйткені мен білемін, кәдімгідей жай эксперттерді, олардың тұрмысы қандай, олардың ойлары қандай, олардың пейілі қандай. Сол сияқты біздің мұғалімдер де, дәрігерлер де, полицейлер де, журналистер де, барлық біздің осы қоғамдағы белсенді, біздің осы Қазақстанымызды құру үшін, оны дамыту үшін, өзінің балаларын асырау үшін, оларға тәрбие беріп, тәрбие беріп жүрген азаматтардың барлығы бүгінгі күннің батыры. Жақсы. Уақыт тапқаныңызға рахмет айтамын. Алдағы күндеріңізге, бастамаларыңызға тек сәттілік тілеймін. Рахмет. Сізге рахмет айтамыз. Құрметті көрермен, ардақты ағайын, бүгінгі интервью осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.